Ассалаумағалейкум боксер жанкүйерлер. Өткен кеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді нағыз бокс жанкүйерлері үшін үлкен мереке енді бастап алады. Наурыз айының соңында, дәлірек айтсақ, 30 наурыз бен 10 сәуір арасында Моңғолия астанасы Улан-Батор қаласында Азия біріншілігі өз бастауын алады. Құрама бапкері Нұржан Насанов мырза әр салмақта өнер көрсететін ұлттық құраманың боксшыларын жасақтап үлгерді. Ертең, яғни 26 наурыз күні ұлттық құрама Моңғолия еліне аттанады. Азия чемпионаты 1963 жылдан бері өткізіліп келеді. Содан бері сары құрлықтағы үздік құрамалардың бірі Қазақстан және соңғы 10 жылдықтағы Азияның жалпы әлемнің үздік бокс державаларына айналған ол Өзбекстан елі. Міне, осы екі ел арасында Азия чемпионатында үлкен текетірес күтетін боламыз. Қазақстан құрамасы техника, тәжірибе және балансқа құралған. Ал Өзбекстан құрамасы Олимпиада ойындарынан кейін жаңа толқынға мүмкіндік береді. Тізім жарияланды, бәрі белгілі. Енді 30 наурыз күні жеребе тарту рәсімін күту ғана қалды. Азия чемпионатында ел намысын қорғайтын ұлттық құрама боксшыларына кішігірім тоқтала кетелік. 50 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде ел намысын қорғайтын Санжар Ташкенбай әлемнің 2 дүркін чемпионы. Тәжірибесі толысқан өте жылдам боксшылардың бірі. Осы салмақтағы негізгі фавориттердің біріне жатқызуға болады. Өзбекстан атынан бұл салмақта Асылбек Жалилов шығатын болады. 55 келіде Махмуд Сабырхан. Махмуд та әлемнің 2 дүркін чемпионы. Техника, тайминг, бұл боксшыда бәрі бар. Әлемдік деңгейдегі боксшылардың бірі. Азия чемпионатындағы басты фаворит. Ал Өзбекстан атынан Шахзод Мұзафаров шығады. 60 келіде ел намысын қорғайтын. Айбаның ұйымдастыруымен өткен соңғы әлем чемпионатында жеңімпаз атанған Оразбек Асылқұлов. Оразбек әлі де аш боксшыларымыздың бірі. Және өзін әлі де дәлелдегісі келіп жүрген біздің талантты боксшылардың бірі. 65 келіде Ертуған Зейнуллинов. Ертуған жақында ғана өткен Странжа турнирінде бақ сынаған болатын. Жолы болмады. Енді Азия чемпионатында ел намысын қорғап, тағы да бір өз шыңын өзі бағындыруға тырысып көрмек. Тек қана сәттілік тілейміз. 70 келідегі еліміздің басты үміттерінің бірі жас боксшы Төрехан Сабырхан. Өте талантты. Ересектер қатарына қосылғалы барлық турнирде жеңіске жетіп келеді. Тіпті әлем чемпионы атанып үлгерді. 70 келіде фавориттер өте көп. Жапондық Севона Кадзавада келу керек, және де Өзбекстанның намысын қорғайтын Хавасбек Асадуллаев та өте қауіпті қарсыластардың бірі. Айтпақшы, Қазақстанда өткен біріккен жаттығу жиындарында өзбекстандық боксшылармен де қазақстандық боксшылар өзара спарринг өткізген болатын. Соның ішінде Төрехан Сабырхан Өзбекстанның бірнеше боксшысымен, соның ішінде Хавасбекпен де спарринг өткізіп үлгерді. Оның видеосы да әлеуметтік желіге тарап үлгерді. 75 келіде Айбаның ұйымдастыруымен өткен әлем чемпионатының финалисті Сабыржан Аққалықов өте сауатты боксшылардың бірі. Сол әлем чемпионатында қарсыластарының біраз бөлігін нокаутпен жеңген болатын. Сабыржанның басты қарсыласы өзбекстандық Жавахир Абдурахимов. 80 келіде ел намысын қорғайтын соңғы өткен ішкі біріншіліктегі Қазақстан чемпионы семейлік Ерасыл Жақбеков. Ерасыл да өте жас боксшылардың бірі. Ал оның басты қарсыластарының бірі болып Фазлиддин Еркінбоевты айтуға болады. Фазлиддин осы салмақтағы әлем чемпионы. Ал 85 келіде ел намысын қорғайтын Нұрбек Оралбай. Париж олимпиадасының күміс жүлдегері. Нұрбек осыған дейін 80 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. 90 келіде Сағындық Доғанбай. Тәжірибелі ауыр салмақтағы боксшыларымыздың бірі. Сағындыққа бұл үлкен мүмкіндік болмақ. Ал аса ауыр салмақ дәрежесіндегі еліміздің басты үміттерінің бірі құрама капитаны Айбек Оралбай. Айбек Оралбай әуесқойлар арасында аса ауыр салмақ дәрежесіндегі әлемнің нөмір 1 боксшысы. Ал достар, кішігірім тізім осындай. Енді жеребе тарту рәсімін күту ғана қалды. Біздің құрамаға тек қана сәттілік тілейміз. Нұржан Насанов мырзаның бұл алғашқы ірі додасы. Осыған дейін кішігірім додаларда барлық боксшыларға мүмкіндік беріп, Азия чемпионатына құрама жасақтады. Нұржан Насановтың нағыз сыналатын сәті. Ел намысын қорғайтын боксшыларымызға тек қана сәттілік тілейміз. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын. Қазақ боксы жасасын.
дәл Өзбекстанның екі күн табылады. Пресекли салаты. Ол сырыған шыдам мәселе. Қанша прессинг жасайды. О, міне. Üçüncü raundun екінші минуты бітті. Бірінші раундтағыдай өзінің сенімді. Ешқандай болуды ешқандай қалай